Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 93-ші сабағымен танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз есептеу, қорытындылау, театр. Бірінші тапсырма. Өрнектен мән тауып, балалардың қайсы театрда қандай қойылым түріне баруды ұнататынын анықта. Балет. 7 көбейтілген жашаның ішінде 120 бөлінген 40 жақша жабылады, тең болады 21. 21 бізде сәуле. Драма. Жашаның ішінде 850 азайтылған 650 жаша жабылады, бөлінген 5, тең болады 40. 40 бізде балжан. Опера. 500 азайтылған 303 бөлінген 3, тең болады 399. 399 бізде жазира. Пантомима. Жашаның ішінде 540 қосылған 120 жаша жабылады, бөлінген 6, тең болады 110. 110 бізде асқар. Қуыршақ театры. Жашаның ішінде 650 азайтылған 320 жаша жабылады, бөлінген 30, тең болады 11. 11 бізде мұрат. Екінші тапсырма. Теңдеулер шеш. Бірінші теңдеу. X көбейтілген 3 тең 1000 азайтылған 340. Бұл бізде күрделі теңдеу. Ең бірінші күрделі теңдеудің амалын орындап алып, қарапайым теңдеуге айналдыру керек. 1000 азайтылған 340 тең болады 660. Енді жазамыз. X көбейтілген 3 тең 660. Енді X'ті табу керек. X'ті табу үшін 660-дан бөлеміз 3-ті. X тең 220. Енді тексереміз. 820 көбейтілген 3 тең 660. 660 тең 660. Екінші теңдеу. X бөлінген 40 тең 36 бөлінген 18. Бұл да күрделі теңдеу. Бірінші 36-тан бөлеміз 18-ді, тең болады 2. X бөлінген 40 тең 2. X'ті табу үшін 40-қа көбейтеміз 2-ні, X тең 80. Тексереміз. 80 бөлінген 40 тең 2, 2 тең 2. Үшінші тапсырма. Мысалдарды есептеп, жауаптарын сандықтан тап. 18 көбейтілген 2 тең болады 36. 60 көбейтілген 5 тең болады 300. 17 көбейтілген 3 тең 51, 550 бөлінген 5 тең 110, 140 бөлінген 7 тең 20, 440 бөлінген 20 тең 22, 808 бөлінген 4 тең 202, 306 бөлінген 3 тең 102, 420 бөлінген 2 тең 210, 999 бөлінген 3 тең 333, 369 бөлінген 3 тең 123, 482 бөлінген 2 тең болады 241. Төртінші тапсырма. Есепті шығар. Біздің мектептің 485 оқушысы театрға барды. Қуыршақ театрына 130 оқушы барса, опера және балет театрына одан 2 есе артық оқушы барды. Қалғандары драма театрындағы қойылымды көрді. Драма театрына қанша оқушы барды? Бірінші шарттан жазамыз. Қуыршақ театры 130 оқушы, опера және балет театры белгісіз 2 есе артық, драма театры белгісіз, және де барлығы 485 оқушы. Бірінші шешуін жазамыз. Мен шешуін теңдеу түрінде жаздым. 130 қосылған 130 көбейтілген 2 қосылған X тең 485. Бұл бізде күрделі теңдеу. Бірінші 130-ға көбейтеміз 2-ні, тең болады 260. Енді жазамыз. 130 қосылған 260 қосылған X тең 485. Енді 130-ға қосамыз 260-ды, тең болады 390. Жазамыз. 390 қосылған X тең 485. Енді бізде қарапайым теңдеу шықты. Бұл жерде X'ті табу керек. X'ті табу үшін 485-тен азайтамыз 390-ды. X тең 95. Енді жауабын жазамыз. Драма театрына 95 оқушы барды. Бесінші тапсырма. Қысқаша жазу бойынша есептер құрастыр. Бұл бізде асы. Жаңа жылдағы 3 күнде театрда 810 билет сатылды. Бірінші күнде 160 билет сатылды. Екінші күні 2 есе артық билет сатылды. Қалған билеттер 3-ші күнде сатылды. 3-ші күні неше билет сатылды? Шешуі. Мен шешуін теңдеу түрінде жаздым. 160 қосылған 160 көбейтілген 2 қосылған X тең 810. Бұл бізде күрделі теңдеу. Бірінші 160-ға көбейтеміз 2-ні, тең болады 320. Жазамыз. 160 қосылған 320 қосылған X тең 810. Енді 160-ға қосамыз 320-ны, тең болады 480. 480 қосылған X тең 810. Бұл енді бізде қарапайым теңдеу шықты. Енді X'ті табу керек. X'ті табу үшін 810-нан азайтамыз 480-ді. X тең 330. Жауабы 3-ші күні 330 билет сатылды. 5-ші тапсырманың әсі. Үстелде 2 кітап жатыр.
Бірінші кітапта 340 бет, екінші кітапта 2 есе кем. Екінші кітапта неше бет бар? Шарты. Бірінші кітап 340 бет, екінші кітап белгісіз 2 есе кем. Шешу. 340 бөлінген 2 тең 170. Жауабы екінші кітапта 170 бет бар. Алтыншы тапсырма, есептеп дұрыстығын тексер. Дұрыстығын тексер дегеніміз, мысалы міне 41 көбейтілген 2 тең 82. Дұрыстығын тексеру үшін 82-ден 41-ді бөлеміз, немесе 2-ні. 41-ді алайық. 82 бөлінген 41 тең 2. Мен тек қана жауаптарын айтам, дұрыстығын қалай тексереді екенін түсінікті деп үміттенем. 41 көбейтілген 2 тең 82. 639 бөлінген 3 тең 213. 33 көбейтілген 3 тең 99. 248 бөлінген 2 тең 124. 23 көбейтілген 3 тең 69. 82 бөлінген 2 тең 41. 96 бөлінген 6 тең болады 16. 51 бөлінген 9 тең 17. 428 бөлінген 2 тең 214. 69 бөлінген 23 тең 3. Жетінші есеп. Кесте бойынша өрнектер құрастыр және жаз. Олардың мәнін тап. Асы. 630 қосылған 36 бөлінген 3 тең болады 642. 52 көбейтілген 2 қосылған 300 тең болады 404. 18 көбейтілген 3 қосылған 120 қосылған 360 тең болады 534. 700 қосылған 25 көбейтілген 4 тең болады 800. Әсі. 50 көбейтілген 3 азайтылған 80 тең болады 70. 650 азайтылған 120 бөлінген 6 тең болады 630. 760 азайтылған 20 қосылған 30 тең болады 710. 90 көбейтілген 90 азайтылған 400 тең болады 410. 8-ші тапсырма, теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеу. X көбейтілген 30 тең 1000 азайтылған 730. Бұл бізде күрделі теңдеу. Бірінші амалын орындап аламыз. 1000 азайтылған 730 тең 270. Жазамыз. X көбейтілген 30 тең 270. Енді X-ті табамыз. X-ті табу үшін 270-ден бөлеміз 30-ды. X тең 9. Тексереміз. 9 көбейтілген 30 тең 270. 270 тең 270. Екінші теңдеу. 880 бөлінген Y тең 535 азайтылған 491. Бірінші 535-тен азайтамыз 491-ді тең болады 44. 880 бөлінген Y тең 44. Енді Y-ті табамыз. 880 бөлінген 44, Y тең 22. Тексереміз. 880 бөлінген 22 тең 44. 44 тең 44. Үшінші теңдеу. А азайтылған 45 тең 389 азайтылған 254. 389 азайтылған 254 тең 135. Жазамыз. А азайтылған 45 тең 135. Аны табу үшін 135-ке қосамыз 45-ті, А тең 280. Тексереміз. 280 азайтылған 45 тең 135. 135 тең 135. 9-ші тапсырма, көбейтін терімділік және ауыстырымдылық қасиеттерін қолданып өрнектерді есептеп. Көбейтін ауыстырымдылық қасиеті дегеніміз, мысалы 5 көбейтілген 3 тең 3 көбейтілген 5. Бұл жерде тек көбейткіштердің орны ауысады. Ал көбейтудің терімділік қасиеті дегеніміз, мысалы жашан ішінде 4 қосылған 3 жаша жабылады. Көбейтілген 2 тең 4-ке 2-ні көбейтіп, 3-ке 2-ні көбейтіп, оны өзара қосамыз. Мен тек қана жауаптарын айтам. Көбейтін терімділік және ауыстырымдылық қасиеттері түсінікті деп үміттенем. Жашаның ішінде 25 көбейтілген 5 жаша жабылады, көбейтілген 4 тең 500. 2 көбейтілген жашаның ішінде 48 көбейтілген 5 тең 480. Жашаның ішінде 4 көбейтілген 6 жаша жабылады, көбейтілген 25 тең 600. Жашаның ішінде 20 көбейтілген 8 жаша жабылады, көбейтілген 5 тең 800. 5 көбейтілген жашаның ішінде 6 көбейтілген 20 тең 600. Жашаның ішінде 2 көбейтілген 7 жаша жабылады, көбейтілген 5 тең 70.
Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.